Бәріне жақсылық істеген адам ешкімнен алғыс ала алмайды. Өзгелердің қателігінен өзіңе сабақ ал. Кейде ең үлкен даналық үнсіз қалу. Нағыз бай адам қолындағы барына шүкіршілік еткені. Ақшасының жоқтығына бәрі қапалы, ал ақылының жоқтығына ешкім. Алтын мен кітапты бірдей жерге түсіріп алсаңыз, алдымен кітапты алыңыз. Саған тек қайғысын айтып, қуанышын жасыратын адамға ешқашан сенбеңіз. Біреуге қызғанышпен қарау, өзіңді ол адамнан төмен санау. Сыртынан қарасаң, адамдардың бәрі жақсы. Сізді жақсы көретін ортаға анда-санда ғана барыңыз. Сіздің келгеніңізге қуана қоймаған ортаға ешқашан бармаңыз. Біреуден құтылғыңыз келсе, онда оған қарызға ақша беріңіз. Досым деп бар сырыңды айтпа, себебі досыңның да досы бар. Ақша санағанды жақсы көреді. Біткен іске бәрі сыншы. Ешкімге қызғанышпен қарама, ол ауру тудырады. Бәріне қолайлы адам болсаңыз, адамдар басыңызға шығады. Өткенін көп айтатындар, бүгінге айтары жоқтар. Бәрі қолайлы уақыт күтеді, бірақ уақыт ешкімді күтпейді. Кәріліктен емес, жалғыздықтан қорық. Дауыл кішкентай отты өшіреді, ал үлкен отты күшейтеді. Егер аспаннан тас жауса, міндетті түрде кедейдің басына түседі. Үйде ұрыс болса, аспандағы найзағайдың да дауысы естілмейді. Бергеніңізді еске алмаңыз, ал алғаныңызды ұмытпаңыз. Қара жерден ақ нан алынады. Біреуден 10 кемшілік табу оңай, өзіңнен бір кемшілікте таба алмайсың. Өтірікшіге берілген ең ауыр жаза, оның шын сөзіне де ешкімнің сенбеуі. Күні бойы құр жүргеннен ауыр іс жоқ. Шындықпен әлемді бағындырған ешкім жоқ. Еш нәрсені білмейтін білген кісі білімдінің білімдісі. Құлағыңмен ескеніңе емес, көзіңмен көргеніңе сен. Білмеймін деген, білемін деген кісіден көп біледі. Жақсылар жаманды көріп үйренеді. Адам тым болмаса, әуесқойлық үшін өмір сүру керек. Ата-ана баланы сөйлетуге үйретсе, балалар ата-ананы сөйлемеуге үйретеді. Қонақ пен балықтың 3 күннен кейін иісі шыға бастайды. Екі ит сүйекке таласса, ол сүйек 3-ші итке бұйырады. Ақылдыны дұшпан еткенің қорқынышты емес, қорқыныштысы досыңды ақымақ еткенің. Қалай жұмыс істесең, солай ақша табасың. Еврей жауап бермес бұрын өзіңнен сұрайды. Не айтып тұрғанын білумен, оны білемін деп айтудың айырмашылығы жер мен көктей.